Сәлем достар, бүгін біз сосиска тесті дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар: жылы сүтімізге ашытқымызды, тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып, бетін 15 минутқа жауып қоямын. Ашытқымыз көтерілгенше. Одан кейін 15 минуттан кейін ашытқымыз көтерілгеннен кейін реакция болу керек ашытқымызда. Одан кейін күнбағыс майын құйып, араластырып, ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямын мен күні бұрын. Және сол ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін осылай алып, қамырымызды жаятын боламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қылып жаямыз. Одан кейін орташа жолақтарды кесетін боламыз. Кесіп алғаннан кейін дайын тұрған сосискімізге осылай орап саламыз. Барлығын өстіп дайындап алғаннан кейін жұмыртқамызды жағып шығамыз. Духовкаға 180 градуста 45 минутқа салып аламыз. Жасап көріңіздер. Дәмді болып шығады. Тестісі өте жұмсақ болып шығады. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.